Кімдер қатысып жатыр акцияға? Қатысып жатқандар Жасарал Қуаншалин алдымызда тұрған. Сосын Ермек Нарымбаев, Ербол Нұрғалиев, Құралбек Ақназаров, Жәнібек Имам Мәзіров, Ерғалиев Жүсіп, және Қабдусұлы Мұхамеджан. Бәрі қанша адам сонда? 7 адам. 7 адам, е? 5 күн болды. 5 күн болды. Әртүрлі облыстардан, е? Қазір облыстардан бізге келіп, бізге қосылып аштық отыруға азаматтар келіп жатыр деп естідік. Сосын осы қалада да бізге қосылуға дайын азаматтар бар. Олар келеді деген мағлұмат бар. Олардың арасында бізге келіп кеткен 1-2 күннен кейін қосыламыз деген азаматтар бар. Демек, біздің қарамыз көбейеді деген үміт бар. Яғни Ермек абақтыда отырып ашты акциясын жалғастырып отыр ма? Жалғастырып отыр. Яғни оны уақыт көрсетеді, жағдай көрсетеді. Егер біз жеңіске жетіп дегенімізге жетсек, демек сонымен аяқталады. Ал егер мысалға айталық олай болмаса, мен өзім аяғына дейін барғадаймын. Өйткені күреске шыққаннан кейін адам солай болу керек, жарты жолдан тайып кетпеу керек. Өзі кім болса да өлгісі келмейді ғой, түсінікті. Ал бірақ біз өлімнен қорықпаймыз. Және де мына осы халықтың игілігі үшін, халықтың болашағы үшін, елдің Назарбаевтан бостандық үшін өлуге дайынбыз. Назарбаев кеткенше ашты акциясын жалғастырамын дейсіз ба сонда? Жоқ, ол кеткенде мүмкін тағы 1 жылдан кейін кететін шығар. Оған дейін адам шыдамайды ғой. Демек біз өліп кетуіміз мүмкін.